Мен өзім сәлеметсіздер ме, барлықтарыңызға қайырлы Аттай беріңіз, күн. аттай беріңіздер. Құрметті партнерлар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңіз сәтті, берекелі болсын, көңілді болсын. Менің атым Күлпаш, осы корпорацияда жұмыс істеп жатқаныма 1 жылдан астам уақыт болды. Барлық өнімдерді қолданып, өте көп, барлық өнімдерден өте жақсы өзім нәтиже көрдім. Барлығын өзімнен өткіздім. Любой продукцияны алып көрсетсеңіздер айта аламын. Өйткені барлық өнімдер өте жоғарғы, білесіздер, өте жоғары технологиямен жасалған, инновационный технологиямен жасалған. Және де біздің Қытайдың өзінің шығыс медицинасы бар, шөптерден жасалған, өте күшті әсер ететін өнімдер, білесіздер, иә. Мен өзім бір екі үш өнімді әсіресе көрсетіп кетейін, айтып кетейін. Өзімнен өткізген жаңағы мына өнімді білесіздер. Мынау жидкий иглоукалывание дейміз, немесе алтын ине деп айтылады қазақша. Чудо бальзам, немесе домашний доктор. Бұл өнімнен мен өзім өте жақсы нәтиже алдым. Мен өзім белімде грижам бар. Сол грижамды неше рет грижамнан осы бальзамнан жазылдым ғой. Грижамен ауырған кезде білесіздер ғой, бірақ қисайып қаласың, иә, былай. Не қозғала алмай, не отыра алмайсың, не жата алмайсың. Вообще қатты ауырады бел. Грижамен ауыратын адамдар түсінеді оны. Укол салдырып, жаңағы таблетка обезболивающий ішіп, неше күн жүріп әйтеу әрең жазатынбыз. Қазір мына бальзамды жағып алам, беліме түнде, бетіне салафан жабам. И таңертең жап-жақсы болып, енді сразу бір күнде жазылып кетемін деп айта алмаймын. Улучшение болып, 2-3 күнде уже полностью айығам. Алланың қалауымен ешқандай укол, таблетка ішпейтін болдым, укол салдырмайтын болдым, дәрі-дәрмектен құтылдым, иә. Одан кейін өткен жылы мына қазір жаз келе жатыр ғой, бәріміз қатты терлейміз. Одан кейін кондиционерден суық тиеді ғой, қатты тиеді кондиционерден. Сол кезде мен өзім машина за рулемін, бетіме мына жақ басыма суық тиіп кондиционерден, машинадан. Содан бетім қатты ауырып былай. Бетіме жағып, жарты сағаттан кейін ауырған басылды ғой, жарты сағаттан кейін. Өткен жылы мен өзім өте үлкен нәтиже алдым тоже. Өткен жылы біздің корпорацияның 3 жылдығы болды Алматыда. Содан Алматы аренада болған. Сол кезде мен өзім қатты құлап қалдым. Прям өте жаман құладым. Содан екі тізем, мына салмақпен құлаған кезде екі тізем вообще үлкен болып ісіп, көгеріп кетті. Аяғымды баса алмай қалдым. Содан шошып, қандай бір не болды ма деп больницаға барып едім, бәрі нормально екен, просто сильный ушиб деді. Содан кейін алдым да мына бальзамды жағып алдым да, түнде жатарда. Бальзамды жағып, салафанмен орадым да, ертеңінде, таңертеңінде Талдықорғанға жүріп кеттік қой, жол жүріп кеттік қой, жұмыс жасауға. Менен басқа бұрын мына бальзам болмаса өйтіп жүре алмайтын едім. Мына бальзам жақтым да жолға шығып кеттім. Сол жақта жүріп қайтадан осым 3 күн жаға бердім. 3 күнде ана көгергені кетіп, ісігі басылды ғой, 3-ақ күнде мына бальзам, керемет бальзам. Сондықтан барлық адамдарға айта беріңіздер. Суық тисе де, бір жері құлап қалса да, ушиб болса да, белге грыжа, сустав, мына желкеде хондроз. Одан кейін өте бір күшті, менің подружкамда бір өте күшті не бар, жаңағы отзыв бар. Баласының қолына шеміршек өсіп кеткен ғой, қолына. Оның алдында 1 жыл бұрын шеміршек өскен кезде оны операциямен алдыртқан екен. Одан кейін подружкам мына бальзам бар ғой. Содан ана баласының қолына жаға берген ғой. Шеміршек кетіп қапты. Операциясы жазылған ғой. Одан кейін еще жолдасының аяғында анада сүйек өскен ғой, ана саусақтың қасына өсіп кетеді ғой, не деп аталушы еді. Сол сүйекті жолдасы тоже аяқ киім кисе ауырап, батып ауырады екен, жүре алмай жүреді екен. Соны жаға берген, ана сүйек кішірейіп, прям ісігені қайтып, кішірейіп, өте жақсы результат алған. Енді өте керемет өнім. Біздің жаңағы сразу өткенде келді, жақында сразу жоқ болып кетті қайтадан. Енді тағы күтіп отырмыз, Алла қаласа. Адамдар уже бәрі біледі, уже сразу талап кеткен ғой. Енді мына өнімді айтқым келеді. Өзім қолданған, мен өзімнің суставтарым ауырады, жалпы 41 жасымнан бастап суставтарым ауырып басталған. Осы біздің корпорацияның өнімдері арқылы қазір Аллаға шүкір жақсы болып қалдым. Әсіресе мына стопный пластир, бұның құрамында өте көп шөптер бар, полин бар, имбирный порошок бар,
аяқтағы жаңағы бамбуковый уголь бар, тағы да шөптер бар. Бұны сіз түнде жатарда ең бірінші айтқым келеді, осы өнімді айтқым келеді, мына өнімді. Мына өнім Кәреш Японияның брендісі. Жаңағы құрамында 8 түрлі шөп бар. Ішінде 30 пакет бар ішінде. Бір айға жетеді. Күнде осы осы шөпті кәдімгідей суға бір нетесіз. Бір қайнатып жібересіз де, бір қайнатасыз да сразу 20 минуттай заварить етіп қоясыз кастрөлге. Содан кейін аяғыңызды болайсыз. 20 минуттай болайсыз. Сол кезде аяқтың қан айналымын өте күшейтеді. Жаңағы аяқтағы суықты, шлакты, суықты бәрін шығарады. Вообще-то қытайлар өздері өте көп жасайтын халық қой, білесіздер. Қытайлар, оказывается, күнде аяқтарын шөпке шылайды екен. Шөпке шылаған кезде олар жаңағы барлық денедегі суық сол через аяқ арқылы шығады екен. Ісініп жүрген адамдар ісіге кетеді екен. Жалпы бұл қытайлардың өзінің күнде жасап жүрген лечениесі екен. Енді соны біз жасауымыз керек. Біз аяқтан көп суық өткіземіз ғой. Суық барлық ауру, жалпы китайский медицинада барлық ауру аяқтан суық өткеннен болады екен негізі. Оны біз білмейміз. Олар аяқтарын өте жақсы жылы киінеді екен, аяқтарын жылылайды екен. Бастарынан гөрі аяқтарын жылы киінеді екен. Поэтому олар күнде осымен жылайды екен, одан кейін жаңағы суықтың бәрі шығу арқылы денсаулықтары жақсарып бастайды, ісіктері кетеді. Сосын кейін осымен мына стопный пластырды жапсырған кезде желательно осы шөпті алыңыздаршы. Бағасы всего лишь партнерларға 3900 теңге. Күнде осымен шылаңыздар 20 минут. Мен осы екеуін бірге жасағаннан маған күшті результат болды. Таңертең түнде өте жақсы ұйықтатады. Мына пластир жапсырған кезде ұйықтай алмайтын адамдар болса, ұйқыларыңыз өте жақсы болады. Өте жақсы демаласыздар. Таңертең тұрған кезде аяқтарыңыз прям жеп-жеңіл болып, как будто бір ұшып жүресіздер ғой. Аяқтағы тұздарды шығарады, суықты шығарады. Ана пластирді көрген кезде өздеріңіз шошисыздар, жаңа шлактар шыққан кезде. Қап-қара болып шығады. Сосын кейін бір ай, минимальный курс бір ай күнде жасаңыздар. Мына екеуі ровно, мынаның ішінде 20 штук бар, 10 күнге жетеді, партнерский баға 2600 теңге. Осыдан 3 пакетеген аласыздар, анадан біреу аласыздар, бір ай үзбей жасаңыздар. Сол кезде көресіздер, результат енді керемет. Бұл жаңа детокс, тоже детокс, табаннан детокс қой бұл. Табандағы бүкіл қан айналымыңыз, қаныңыздың құрамындағы жаңағы тұздарды, мына буындарда тұрып қалған тұз шлактың бәрін шығарады ғой. Аяқтарыңыз жақсарады, жүрістеріңіз жеңілдейді. Аяқтағы айтпақшы табанда шпор бар адамдарға өте күшті результат бар бізде. Шпорға күшті көмектеседі. Сосын мына варикоз бар адамдарға тоже өте жақсы көмектесіп жатыр. Варикоз почти кетіп жатыр осы өнімнен. Аяқтар жүре алмай жүрген адамдар тоже жақсы жүріп жатыр, үлкен қарт адамдар. Сондықтан өздеріңіздің мамаларыңызға, папаларыңызға, өздеріңізде бәрлеріңіз осыны жасаңыздар деп кеңес берем. Сол. Рахмет тыңдағандарыңызға. Ой, үлкен рахмет, Күлпаш ханым, керемет. Рахмет, үлкен. Жақсы өнімді, жақсы айттыңыз. Үлкен рахмет. 6 жыл директор болыңыз. Әмин, рахмет, айтқаныңыз келсін. Сіздердің жолдарыңыз берсін. Әмин. Келесі, Сара ханым. Жақсы, мен жалғастырайын. Осылай әріптестеріңіздің пікірін естіп қайта алғым келе береді екен, өнімдерді, керемет өнімдер. Енді мен өзім есім Сара, Ақтөбеде тұрамын. Құдайға шүкір, Ақтөбеде бірнеше сервисный центрлар бар. Бізде мүмкіншілік бар, кез келген сервисный центрға кіріп, жаңадан шыққан өнімдер болса, соларды алып, көріп, сосын нәтиже алып, сонымен халықпен бөлісуге біз әрдайым әзірміз. Соның ішіндегі біреу, енді мен ұйқым онша емес. Енді жасымыз, біз енді, как сказать, пенсионный возрасттың адамдар енді ұйқысы енді ол үнемі проблема, себебі қазір неше түрлі матрастар шығып жатыр, осылай ұйықтататында неше түрлі. Сонымен бір аптекадан бір бірдеңе деген мелатонин ішінде бар, құрамында бар не алып, ешқандай нәтиже бермегесін, мен осы
Нил Рич, германская компания осындай продукты алып көрейінші деп сонымен айтамын бірінші күннен ұйқым жақсы болды. Енді мен ішінде енді 20 шақты не бар, пакетиктер бар. Өте андай жеңіл ішіледі, кәдімгі джем секілді, варенье сияқты жылы суға қосып ішсеңіз 100% кепілдік берем. 20 жарты сағаттан кейін сіз кішкентай бала құсап, сәби құсап ұйықтайсыз. Ертеңіне ерте тұрасыз. Сол өте мен енді өзім басынан өткесін, мен енді бұны үлкен кісілерге және де қазір енді неге возрастқа қарамай, қазір енді стресс бар, қазір көбінесе переизбыток информация дейміз, бәріміз интернетте отырамыз, сондықтан ұйқы шамалы, деп айтса болады. Екінші өнем, енді маған айтты, өзің сүйікті өнемдермен бөлісші деп, маған бәрі де жақын, бәрі де сүйікті. Бірақ қазір мен пайдаланатқан, қазір енді бізде ауа райы күшті жылынып кетті. Өмір болмаған осындай көктем келді. Сондықтан қазір күн өте сондай әсер етеді қазір біздің терімізге. Сондықтан менің өзім спонсорым бар, Инара деген, сол айтты, SPF 50 кремді ал барып көр деді. Бірақ маған кремнен гөрі маған осындай спрей ұнады, өте жеңіл қолдану. Бұның әрі қалай айтсам, увлажняет етеді терімізді, және де мына күннен бізді қорғайды. Оның үстіне отбеливает, ағартады терімізді. Сосын мен бұны өзімен бірге алып шығамын. Қазір біз күн жылы болғасын, қазір көбінесе далада жүреміз, сондықтан сумочкама салып, бұны до макияжы, содан кейін после макияжы пайдалануға болады. Бұның ерекшілігі, бұл деген кәдімгідей ағартады, кәдімгідей ылғандырады. Сосын егер далада ұзақ жүрсеңіз, 2 сағаттан астам уақыт жүрсеңіз, сонда бұны әр 2 сағат сайын пайдалануға болады. Егер пикникке шығып жатсаңыз, қазір енді күн жылғасын бәрі далаға, природаға шығады. Сондықтан осыны әйелдерге, қыздарға, ер кісілерге де алуға кеңес берем. Сосын бұны қазір енді бірақ бір айтатыным, көздеріңізді шамалы не қылыңыз, қорғаңыз. Сосын тағы да бір не айтып кетейін, мына паста. Енді біз ең бірінші осы неден бастасақ екен дегенде, әрине біз кір жуатын, посуда жуатын гельдерді алдық. Соның ішінде мынандай паста көрдім. Мен алдында не пайдаланатын едім, МВФ-ский продукцияны. Енді бір жерде бұл паста, енді сөзім жоқ. Менің сковородкаларым, енді бізге тамақ істейміз, жиі дақ түседі. Сондықтан бұл паста кәдімгідей сіздің кастрюльдеріңіз, сковородкаларыңызды жанартып жібереді. Жарқыратып, жанартып жібереді. Сондықтан бұл ұзаққа жетеді, жарты келі. Сондықтан сіздерге алуға кеңес беремін. Енді айта берсек көп, әрі қарай сөзді не қылайын. Ләззат ханым мына иглоукалывательді айтты ғой, бұл на самом деле жедел скорая помощь десек те болады. Бұны кез келген отбасына бұл болу керек. Егер бұл неге түсіп жатса, айтып жатыр ғой қазір дефицит деп, сразу алыңыздар, себебі бұл деген кәдімгідей көмектеседі. Ағылшынша айтқанда must have, әр отбасында бұл болу керек. Сол әрі қарай мен келесі әріптесіме сөзді жалғастыра берсін. Рахмет назарларыңызға. Рахмет, Сара ханым. Өте керемет, жақсы. Ләззат, онда мана келесі сөз сізге. Рахмет, Наргиз ханым. Менің есімім Ләззат болады. Өзім Астана қаласынанмын. Спонсорым Майгүл ханым.
Осы жердегі мен жетекшілік жасап жүрген спонсорым Наргиз ханым үлкен рахметімді айтамын, алғысымды айтамын. Осы жерге келгелі бері жақсы білмегеннің бәрін білдіріп, сабақтың бәрін почти Наргиз ханымнан алдым. Оның арасында қазақша сабақты мен Күлпаш ханымға да рахмет айтқым келеді. Күлпаш ханымнан көп сабақ алдым. Енді мен өнімге қарай көшетін болсам, өнімдер өте тамаша, маған қатты ұнады. Өзімнің үйімдегі отбасымдан шыққан отзывтармен бөліскім келеді. Бірінші очередь мынау алоэ капсула. Алоэ капсула маған қатты ұнады. Өзі бір айға арналған программа, ішінде 30 күнге 60 капсула, күндігіне екеуін пайдаланады. Бұл жердегі отзывым, онымен қатар кукурузный шай. Кукурузный шай екеуін бірге комплекс ретінде қолдандық. Біз отбасымызбен осы грильникке кіргеннен бастап, осы екеуінен бастадық. Жолдасым, балаларым, өзім. Енді осы бір отзывым көзге көрінетін айта кетейін. Қызым, 18 жастағы қызым бар. Бетіне безеулер шығып кетеді. Негізі бетімізге шығатын дақтар, безеулер, жаңағыдай прыщтар десем, соның барлығы осы ішкі ағзамыздың таза болмағандығынан шығады. Бірінші очеред ішкі ағзадан бастау керек деп ойлаймын. Біз ішкі ағзамызды тазалаудан бастадық. Негізі ішкі ағзамызды 6 ай сайын тазалап тұрсақ, ол зияны жоқ. Осы алоэ капсула менен кукурузный шайды отбасымызбен бірге бастап бірге іштік. Соның ішінде қызымның кожасына үлкен көмек тиді. Көзге көрінетіндей отзып, бетіне безеулер бірінен үстінен бірін шығып кететін, түйін болып, дата болып, қатты болып шығып кететін.Ыстап көрсең, бетінің кожасы маңдайларына шыққан, шаштың арасына шығатын, соның барлығын осы кукурузный шайменен басқа ештеңе қолданған жоқ. Мысалға, бетінен, сыртынан, күнделікті өзінің уходын ғана қолданып жүрді. Ол бұрыннан қолданып жүрген уход, егер содан пайда болды, содан жақсы болды деп айтайын десек, бірақ ішкі ағзаны тазалағаннан сол бетінің кожалары, безеулері барлығы кетіп орнына келді. Беті кәдімгідей қалыптасты. Ол мысалға 15 жастан бастап бетіне безеу шыға бастаған. Әр жаңағы қыздарға ай сайын бір келіп тұратын уақыт бар ғой, сол кездері мысалға осы жаңағы ай сайын бір 3-4 күннің ішінде безеу басып кететін. Бірақ сол безеулері қазіргі таңда ай сайын уақыты келген уақытта да безеулер ондай шықпайтын болды. Мәселе қайда жатыр? Ішкі ағзада екен мәселе. Оның бетіне безеулері шығып кететіннің салдары ішкі ағзаның таза еместігіне. Шлактардан тазарды, ішкі ағзаны асқазан, бауыр, бүйрек, ішкі ағзалардың барлығын осы екі өнім тазалап шығарды. Очистка организм жасалынды, беті солай таза болды. Қазіргі таңда қызымның бетіне ешқандай безеу де шықпайды, басқа нәрселер де шықпайды. Ал енді баршаңызға осыны кеңес беремін, үлкенге де кішіге де, яғни 15 жастан бастап жоғарғы қыз балалар мысалға безеу, подросток жастан бастап безеу шыға бастайды. Соларға өте жақсы көмектеседі. Менің бір отзывым, және жолдасымда осы алоэ капсула менен кукурузный шайдан жақсы отзыв болды. Олда да жаңағыдай іш қатудың жолын жиі қататын еді, іш қатудан арылды біріншіден. Екіншіден, артық салмақтан кәдімгідей 5 килограмм салмақ тастады. Қызым да салмақ тастады 2 килодай. Осы екі өнімді бір айдың ішінде екі өнімнен результат, жаңағы бетінің кожасы өте жақсарды, безеу шықпайтын болды одан кейін. Сонымен қатар жаңа беті құрғап кететін, кей кезде майланып кететін, оның бар қалыпты жағдайға келді. Ал ер азаматымның, күйеуімнің осы екеуінің тұтынғанынан іш қатудың несі қойды. Қазіргі таңда іш қатпайды. Бұрыннан неше жылдан бері іш қату деген болады да. Енді постоянно емес, бірақтан іш қату әрдайым келең алып жүретін, сол іш қатудан құтылды. Себебі осы ішкі ағзаны тазалағаннан кейін ішектерді ретке келтірді деп ойлаймын. Осы алоэ капсула мен кукурузаның пайдасы өте зор көмектесті. Өзім де осыны бір ай очистка организм жасадым. Жалпы үйімізде жолдасым, өзім, екі қызым, төртеуміз бірдей очистка организм жасап күшті әсер алдық.
міне осы екі өнімді тұтынуға, бірінші витамин немесе коллагендер, БАДиларды ішпей тұрып, ең алдымен очистка организм алоэ капсула менен кукурузаны қолданғандарыңыз дұрыс деп айтар едім. Онан кейін мына пластырге тоқтағым келеді, ер азаматтарға арналған пластыр. Бұл менде әрі өзімнің жолдасыма бердім, әрине бірінші очередь. Сосын өзім әкем цистит болып жүретін, сол әкеме де осын ұсындым. Бұнымен қатар жаңа Күлпаш ханым айтып кетті, әдемі. Мына шөптерді айтып кетті. Стопне пластырды айтып кетті ғой, сол үшеуін комплекс ретінде әкеме ұсындым. Әкем 86 жастағы кісі, үлкен қария кісі. Пластырды аяғын жаңағы жылы суға салады, одан пластырды аяғын кептіріп пластырды жабыстырады, табана стопный пластырды, және мынау мужской пластырды де несіне жабыстырып жүрді. Кіндік тұсына жабыстырып жүру арқылы циститтен арылды десем болады. Енді қанша дегенмен үлкен қария кісі, бірақ сонда да осы көмектесті. Түнемеге 3 рет, 4 рет шығады екен кіші дәретке. Сол кіші дәретті қазіргі кезде түнгі ұйқым дұрысталды, түнде жүгірмейтін болдым, кіші дәретімнің жаңағы жүгіртуі сейілді дейді. Сонда ойлаймын, циститтен құтылды деген. Осыны ер азаматтар болғанда, кішкене бала да цистит болса ұсынуға болатындығын көзім жетті осыға. Онан кейін зубная пастаны айтқым келеді. Зубная паста өте керемет, маған қатты ұнады. Отбасымызбен осыны тұтынамыз. Жоқ болса, сервис-центрді аралап жүріп тауып боламыз. Сосын запасқа алып қойғымыз, кеше келді, запасымен алып алдық. Және өзімнің клиенттеріме, туғаныма, туысыма, айналамда көрші болғандарыма да осы зубная пастаны ұсынам постоянно. Сосын өзімнің командамдағы жүрген жаңағы серіктестеріме де осыларды ұсынам. Серіктестерім мына зубная пастаның ерекшелігін айта кетейін. Зубная паста ауыз қуысындағы бактерияларды жоя отырып, тек қана бактерия жоюшы емес, немесе аузымыздың кірін жуушы ғана емес, бұның көпке деген пайдасы бар екен. Папиллома, менің командада Жібек ханым бар. Сол кісінің қолында сүйелі болатын. Енді естуіміз бойынша компанияға келгеннен кейін корпорацияға осы зубная пастаның жаңағы сүйел кетіреді, папилломаны кетіреді деген сондай отзывтарды естіп жүргеннен кейін командамдағы Жібек ханым қолында сүйелдері болды. Сол сүйеліне осыны жағып жүру арқылы сүйелінен арылды. Осы зубная пастаның көмегімен. Сонымен қатар тағы да бір командамнан бір кісінің папилломалары түсіп жатыр осы зубная пастадан. Зубная паста тек қана біздің ауыз қуысымыздағы бактерияларды жойып қана қоймайды, тісімізді сарғайған тісті де ағартатын қасиеті бар екен, тістегі қарайған кәрістерді де кетіретін қасиеті бар екен. Сонымен қатар ауыз қуысында жаңағыда ойлу деген моменттер болады ғой, аузымызда ернімізді ойлу, тілі ойлу деген, сондайға да өте жақсы әсері бар екен. Сондықтан күнделікті тіс жууға осы зубная пастаны ұсынам баршаңызға. Және бұл зубная пастаны мен командама ылғи ұсынып отырамын. Өздеріңіз жуынсаңыздар да, клиентке ұсынсаңыздар да осыны ұсыныңыздар. 1500 теңге бағасы, бір PB бар, ұтымды, сатқанға да, алғанға да, өзімізге де ұтымдылық жағы бар. Онан кейін айтып кететінім, холодильникке қоятын өнімді айта кеткім келеді. Бұл холодильникке қоятын өнімнің бағасы 1200 теңге және бір PB бар. Айналамыздағы көрші болған болсын, дос жаранымыз болсын, таныс тамырлардың бәріне осыны ұсынсаңыздар, олардан рахмет аласыздар деп ойлаймын. Холодильниктің ішіндегі жаман иісті өзіне тартып, өзінің ішін свеж етіп тұратын қасиеті бар. Сонымен қатар бағасы 1200 теңге, сатылып 2400 теңге, бір PB бар, лайфхак. Барлық командаларыңызға осыны таныс тамырларының барлығына сатуға ұсыныс берсеңіздер, тіптен жақсы. PB-ларыңыз тез орындалу үшін азғантай, сумасы да азғантай, және де сатсаңыздар да, мысалы 100 PB, менің командамда лишний объем 160 PB жасайтын сатқышбектер бар. Солар осындайларды жақсы сатады. Енді командаға қандай ақпарат берсек, соны қағып алады ғой. Және жаңа Күлпаш ханым айтып кетті, мына өнім туралы өте тамаша, керемет айтты. Мына өнімнің маған пайдасы өте жақсы, орасан зор көмек тиді. Бұны да келді ма, біз командамызға дереу хабарлаймыз, чаттан мына магазинде бар, ана сервис-центрде бар, мына адресте бар, алып қалыңдар деп. Өйткені алып қойсаңыздар, көп адамға денсаулығының жақсаруына, осының жақсы қасиет бар екендігін білдіртсеңіздер, көпке көмектеріңіз тиеді. Сосын тағы да бір лайфхагым бар.
Omni помада қалай сатылымға шығады, қалай сервис центрге келеді, біз осында алдыртамыз. Командамызбен Omni помада, зубная паста, холодильникке қоятын өнімдер, жаңағы иглотерапия, осылардың барлығын жақсы сатамыз. Біз кәдімгідей сатқышбектер менің командамда бар. Одан кейін мына шампунь мен сыворотканы да өзім пайдаланып жүрмін. Бұдан отзыв өте жақсы. Менің шашым қатты түсетін. Үстіме киген киімнің үстінде шаштар жүретін постоянно. Даже тамақ істеп жатсақ та, мынандай шай столдың үстінде отырсам да, айналама шаш түсу ол қалыпты жағдай еді. Қазіргі таңда Аллаға шүкір, осы сыворотка мен шампуньның көмегіменен шашым түспейтін болды. Менің отзывтарым осы, ары қарай жалғастыра берсеңіздер болады. Ой, күшті, керемет. Ләззат ханым, прям захотелось бежать покупать это для холодильника, еще всем продавать. У меня стоит, хотя дома, да. Классно, бір кивесі бар, оказывается, да? Даже что. Иә, кім айтады тағы бар? Бар ма сондай кісілер? У кого есть отзывы қазақша? Бар ма желающие? А меня хорошо слышно? Егер де мен Да, автобуста Берик, айта да, слышно. берсем. Мына қолымдағы өнім, мен кішкентай қызым бар, Мариям 6 жаста. Сол қызда құлақ қатты ауырған, сатып көрсетеді, құлақ ауырған. Сөйтіп бір күн түнеуі ұйықтай алмадық, әйеліміз екеуміз. Вообще не могли. Сөйтіп бір күн ұйықтай алмай, екінші күні біз лорға апарайын деген врачқа, потом спонсор Алияға звондайды. Алия айтады, осы жидкий глаукоманы көрші, осыны прямо осыны көрші, осы көмектеседі деп естіген деп. Сөйтіп алдында мына құлақтың артына жақтым, осыны бар ғой. Не шайкер, а пальцем анализ сказал. Саусақпен алды, жақтым, и кесте, көкіректе. То есть, когда құлақ ауырған кезде, воспалительный температура басталады екен ғой балаларда. Үлкендерде болсын, балаларда болсын. Тура солай, дәл осындай, мінекей, мынауын мен жақтым, и 10 минуттың ішінде керемет результат берді. Біз Алия екеуміз, спонсорым Алия Астанада тұрады. 10 минут сонымен сөйлесіпаттық, и бір кезде күліп, ойнап, билеп жатыр кәдімгідей бар ғой. То есть, до такой степени, мына балаларға күшті керемет. Көкірекке жақтым, ел артына жақтым, сосын құлақтың артына жақтым, ішіне жақтым, и сонымен 10 минуттың ішінде жақсы болып қалды. Сосын маған Мариям жақсы жүгіріп, маған айтады, әке дейді, маған осыны жатар кезде тағы да жақсы берші, ертең маған сабаққа бару керек дейді, ал керек болса. Слышно, да, меня? Обратную связь дайте, пожалуйста. Я слышно. Жұрт енді кішкентай балалар енді олар өтірік айтпайды ғой, мысалы, иә, естіп сөйлейді. Такой степени, что құлаққа жауға болады, мынандай керемет. Өзім лично, я сам лично өзім 5 баланың әкесі боламын өзім. И получается, мынау мен өз қызыма жақтым, Мариямға. Вообще күшті керемет. Сосын менде осы жақында әйелімде көкірегі ауырған, көкірек. Көкірек білесіздер ғой, иә, неден ауырады көкірек. Соны мен жақтым. Осы 2 күн бұрын. Осыны жақтым, күшті результат алдым. Әсайда берік, мәні керемет күшті көмектесті деп маған рахметін айтты әйелім бар ғой. Такой степень, что мынау бальзамиру нанотехнологияны жасалған ғой, мынау керемет осындай. И то есть мынау 44-тен жасалған, японский перец, мынау любой жерде бізге өзімен бірге алуға болады. Хоть майовка болсын, поход болсын, самолет болсын, поезда болсын. Қазір мысалы былай айтқанда, біз қыс уақытын біз істедік, шығарып салдық қой. Енді қыс уақытын шығарып салғаннан кейін біз қыста не істейміз, аязды көреміз, суды көреміз, бәрін көреміз. Ал енді қазір көктем қысты шығарып салдық, қазір көктемге келдік. Көктемде енді біз қазір күресіп жатырмыз. Суығымен, бүкілмен күресіп, міне осыны жағыңдар деп айтайын деген сіздерге. Егер де мойындарыңыз, мысалы, не болмаса мойындарыңыз, белдеріңіз, то есть бүкіл жерін қақсаса, міне осыны сіздерге кеңесім бар. Жақсыға тұрып, жағатын жерге, ауыратын жерге жағу керек та. Аяқтарына тұз жиналған жерге, буындарын қақсаған жерге, артроз, варикроз, полка деген сияқты, хондроз деген сияқты вообще көмектеседі. То есть менде позвоночная грыжаға даже вообще керемет көмектеседі. Даже отек бар ғой, терге де көмектеседі. Менде жақында тараздан бір кісі келді, тараздан аяқ ісіп кеткен отека.
осыны мен жағып презентацияға шындап кетті. Осыны мен жақтым. Келесі күні таңғы 5-те звондады ол кісі. Таңғы 5-те звондады. Сол кезде ол кісі звондаған кезде қошып кетті Бота деген ханым, менің получается партнерім, ученикім. Сол айтады, Беріш мырза маған танытпай сол кісі звондап мен сені өгіремін. Егер десе, что там бір нәрсе болса, мен өзіме на себя беру вину. Если там что-то происходит. Сөйтсем, рахмет айтқысы келді. Таңғы 5-те рахмет она хотела сказать. Представьте, таңғы 5-те. Благодаря вот это. Она начала ходить, она палку выкинула, понимаете? То есть вообще бомба. Көрдіңіздер ма? То есть айтып тұрғын бұл ем қазақтар көз не бар ғой өзі, не бар өзі, мақал бар ғой. Көз тисе суық тиді ғой, суық тисе көз тиді. Мінекей осындай дәл өзім. Мынау өзімен бірге өздеріңізден ала жүрсеңіз деп ешқашан өзіңізге пайда бар айтқанда. Сіз өзіңізге көмектесесіз и басқа адамдарға да көмектесесіздер. Осы менің керемет ұсынысым, кеңесім. Әрқашанда өздерімен бірге жүріп отырыңыздар. Сумкада, менде осындай сумка, мынаның ішінде бәрі бар заттар. Точно керек нәрселердің бәрін бар. То есть автобуста қайда жүрсем де ұялмай смело айта беремін. Өйткені мынау енді керемет, өте күшті көмектеседі. Менде көршілерім, туысқандарым, бауырларым, достарым бәрі алып, күшті нәтиже алып жатыр. Керемет. Рахмет. Супер. Рахмет, супер. Иә, Күлпаш ханым. Жақсы, рахмет. Наргиз ханым, осындай күшті, өте пайдалы ақпараттар бар. Осындай бір-бірімізге барлық осы алып жатқан нәтижелерімізді айтуға мүмкіндік беріп жатқаныңызға көп-көп рахмет сізге. Осылай құрметті партнерлар, барлықтарымыз осылай апта сайын шығып өзіміздің осындай жақсы нәтижелерімізбен бөлісе отырайық. Командадағы партнерларға да бәріне дұғай сәлем айтыңыздар. Осы зумға шығып, әр суббота сайын осыны үрдіске айналдырайық бәріміз. Ары қарай дамиық, осы командамызды дамытайық, өсейік, өнейік. Жаңағы жақсы статустарға аман есен шыға беріңіздер, үлкен табысқа шыға беріңіздер. Наргиз ханым, сіздердің жолдарыңыз берсін. Бізге өте күшті мүмкіндік туғызып жатсыздар. Сервисін центр ашып, барлығымыздың дамуымызға, жаңа презентация өткізіп, командамыздың өсуіне үлкен бізге үлес қосып, бізді сүйреп жатсыздар шамаларыңызша. Өздеріңіз кішкене сырқаттанып қалдыңыздар. Алла сіздерге шипа берсін. Ауырмаңыздар, сіздердің ешқашан ауырмай аман есен бізге жол көрсетіп, алдымызда жүргендеріңіз жүруіне біз Алладан күнде тілейміз. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Дами берейік, өсе берейік. Апта сайын осылай аман есен кезге берейік. Амандық болсын. Жақсы, давайте, рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Бітті ме? Бітті. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.